Есірткімен күрес полиция қызметкерлерінің маңызды міндеттерінің бірі. Петропавлдық полицейлер бұрынғы нашақордан тәуелділіктен қалай арылуға болатынын сұрап көрген болатын. Есірткіге тәуелді адам өмірін өзін-өзі алдаумен өткізеді. Алғашында ол кез келген сәтте тоқтай аламын деп ойлайды. Кейін өмірін өзгертуге тым кеш деп санай бастайды. Солтүстік Қазақстан облысының полицейлері жастармен профилактикалық жұмыс кезінде осы дүниелерге де ерекше ден қояды. Одним из приоритетных направлений работы Управления по противодействию наркопреступности является профилактика наркомании. В учебных заведениях города сотрудниками проводятся мероприятия профилактического характера. Это лекции, беседы и различные спортивные мероприятия. Тікелей сұхбаттар, бейне байланыс арқылы дәрістер. 10 айда тәртіп сақшылары 227 кездесу өткізді. Полицейлер нашақорлықтан құтылудың қаншалықты қиын екенін айтуда. Дегенмен оң мысалдар да бар. Біреуге ем, біреуге дінге бет бұру көмектеседі. Ең бастысы ниет болу керек. Петропавл қаласының тұрғыны Светлананың бастан кешірген оқиғасы бұған жарқын мысал бола алады. Ол 15 жыл бойы есірткі тозағында болған. Ол бұған үлкен ағасының соңынан барған. Я начала с его же друзьями. Он сперва, когда узнал, запрещал мне употреблять эти наркотики и даже бил меня, ругался, но это уже не останавливало. Ата-аналары балаларымен болып жатқан жағдайды бірден байқамаған. Светлананың айтуынша, олардың айналасында адами қарым-қатынасты көрсететін адамдар болмаған. Там просто после первого укола сразу же зависимость, и я и курила, и что только не делала с ними. Олар ұрлыққа барған, алдаған, сүйіспеншілік пен аяушылықты сезінбеген. Появились синтетические наркотики, и здесь, конечно, организм мой не выдержал. Старший брат у меня тоже, не найдя выхода, покончил жизнь самоубийством. А у меня отказали ноги. Есірткіге психологиялық тәуелділік Светлананы өлім аузында жатқанда да жібермеді. Дегенмен ол өмірге құлшынысын жоғалтпады. Оған еріктілер, яғни бұрынғы нашақорлар мұнымен күресуге көмектесті. Постепенно я стала вставать, ходить. Моя жизнь приобрела новый смысл. Я поняла, что есть выход, что это не замкнутый круг. Светлана дінге бет бұрып, есірткіден бас тартты. Қазір ол толыққанды өмір сүруде, тұрмысқа шықпақшы. Сейчас все замечательно, и я рада, знаете, жизнь вообще приобрела другой смысл, и как-то все по-другому, смотришь другими глазами на людей, все по-другому совсем. Хочу, чтобы, не знаю, люди услышали мою историю, что есть выход, что можно поменять жизнь, на этом жизнь не кончается. Солтүстік Қазақстан облысында бүгінде 563 нашақор есепте тұрса, оның 40 әйелдер. Жыл басынан бері мөлшерін асырған нашақорлар 52 рет медициналық көмекке жүгінген. Оның үстіне 25 жағдайда синтетикалық есірткімен байланысты болған. Артық дозадан 3 адам қайтыс болды, оның ішінде 1 әйел. Қаңтар айынан бастап облыс полицейлері 187 түрлі есірткі қылмысын анықтады. Оның ішінде 47-сі өткізу фактісі. Заңсыз айналымнан 409 келеден астам есірткі тәркіленді. Оның ішінде 4 келеден астамы синтетикалық есірткілер.